Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Бүгін сіздерге арнап королевский салатының рецептімен таныстыратын боламын. Менің арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Салатымызға қажетті заттар: шаян таяқшасы, қызанақ, қияр, жүгері, жұмыртқа, ірімшік және ысталған ірімшік. Татымына қарай майонез бен тұз қажет. Қызанақты, жұмыртқаны, шаян таяқшасын және қиярды ірі бөліктерге бөліп, турап аламыз. Барлығын бір ыдысқа салып араластырып, татымына қарай тұз және майонез қосамыз. Тәрелкенің астына салат жапырағын қойып, үстіне дайын салатымызды саламыз. Үстіне ысталған ірімшікті сәндік есебінде қоямыз. Салатымыз дайын. Сіздермен болған Айгөлектің асханасы. Сау болыңыздар.